Сәлем баршаға. Қазір біз жасын баша ойнаймыз. Қазір бізде санайтын 2 адам бар. Олар Айзере, Мұхаммадали. Бізде жасынатын адамдар Жанерке, Еркебұлан және мен. Қане енді жасынатындар кеттік. Бүгін санаңдар. Кіріңдер. Қайғы жасынсақ болар екен. Жанерке, мына өзің жайыңа жасын, мен сүйаға жасынам. Бопты ма? Ашпаңдар. Бұлар өз сондай. Ашып жауап жүре бер. Жауап қойық. Жанерке, дай бар жайыңа жасын. Еркем, ұяға жасын толып алады. Неқті екеуміз жасынамыз, бәкке. Еркем жасын. Жанерке ұяқта тауып алады, анеға жасынсай. Ұяға қарамастан өтеді. Ашпа! Сонымен достар, Жанерке қайерге жасын. Жанерке о жерге жасынды. Еркебұлан ше? Еркебұланым о жерге жасынды. Арғы бетінде, ол бұрғы бетінде. Екеуі бір-бірімен сөйлестіреді. Ал мен ше? Мен осы жерге жасынам. Еркебұланның қасында. Еркебұлан бір өзі қорып қалды мүмкін. Бәріміз кроваттың жанына жасындық. Бұл жасынамыз. Мұны көрпішін алдымызға тастамақ. Неге біз бұяға жасында? Себебі бұл жерде ешкім таба алмайды. Қорқалады қазір бізді. Мен тауып алды. Менде ешкім жоқ басқа. Аяқ қақтан білем басқа қайырды екен. Жоқ қойық бірдені. Ай, бір жерде ешкім жоқ ай болды. Басқа жерге жасын тауып алады деп. Және біздің жасын башақ бірінші қысымы түгеді. Егер екінші қысымы түгемекші көрсеңіз болса,